Абоненттік номер босыңыз. Абонент жауабын күтіңіз. Немесе тезірек хабарласыңыз. Абонентке доставить. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните по линии. The call person not reached. Please try again or call later. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Есен саумысыз, құрметті көрермен. Дүние жүзіне хабар тарататын Қазақ ТВ арнасының эфирінде байланыс аясынан тыс жерде реалити шоу. Және оның жүргізушілері мен Олжас Әлжанов, сұлуда сымбатты әріптесім Алма Алишева. Олжас, байқадың ба, алғашқы күндегідей емес, біздің қатысушыларымыз ауыл өміріне бейімделіп, халқымыздың салт дәстүрі, әдет ғұрпымен жақынырақ танысып, біраз танымдық ақпарат алды. Келісемін, Алма, біздің жоба тек қатысушылар ғана емес, көпшілік қауымға да пайдалы болып жатыр деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, біздің басты мақсатымыз да осы болатын. Әрі қарай да ұлттық құндылықтарымызды насихаттауды жалғастырамыз. Уақытты созбай, бүгінгі бағдарламаны бастайық. Please try again or call later. Елайге жатыр. Қалайсың, Лай? Қайырлы таң. Шықтың ба депрессиядан? Шайға барайық. Не, бүгін тамақ жейміз бе өзі? Түсте тамақ бар ма? Қозғалмаған, спортпен айналыспағансыңдар, микрофоннан артық нәрсе көтермегенсіңдер. Не oldu Azami'nden olsun mu? Знаешь, арбузды көтеріп жүрейінші бүйтіп. Разминка жасап жүрейінші. А давай я тебя покидаю, хочешь? Jar жерме? Алып қойшы. А? Только не урони, а то мы его столько тащили. Бол, жейміз. Бол, жейміз. Берші? Берші дейм. Жеңістің қазақша үйренгенін көрдің ба? Сен келесің ғой сөйтіп. Айбой деген үйреніп алған ғой. Айбы вылетает у Так, меня. бәрін шештің ғой, сырғаны шешу керек. Қойшы. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Қалай қойдыңдар? Өйткені мына сырғаны қазір мен ағытып алу мүмкін да, мен құлақты бұраймын, құлақты сындырып жіберу мүмкін. Айбай, Аяна сындырып қойма. Мені әнші микрофоннан басқа дым көтермейді деп, сол Микрофоннан басқа дым. намысқа тырысып. Тут маған кезі шешмеш, маған кезі шеш. Күшті болсаң кет. На тебя ставку поставлю? Да смело, это қыз ғой енді, қалыптайсың ғой. Просто она этот, мне кажется, чуть-чуть. Да, нет. Сможешь вытащить? Короче, этот, пятеру, да? Давай. Дай что? А, Азар, нет. Ағасын омаласың. Ана, мынау Жет болып қалады, сон кейін. Давай. Тоқта, давай, күш. Мен... Ал, қымбат достар. Давай, Марсель, давай! Огонь, давай! Давай, не подведи. Я пятеру поставил на тебя, кстати. Так, тоқтаңдар, мені өткізеді. Бірінші раунд. Ой, масқарат сенген қойым сен болып едің, Марсель. Марсель, давай! Ну! Стесись! Эй! Қара күшің қайда, қара күшің. Отойдите. Баламызды езбе. Еще раз, давай. Он споткнулся, я видел, он споткнулся. Марселен. Давай. Давай, ломай. Марселен, берілме. Берілме, Марселен. дейм. Аяна. Давай. Берде, давай. Давай, еще один. До двух, еще раз. Үшінші раунд, ең соңғы.
Нормально ма? Я не буду. Это Аяна, шпа? я не буду. Потом когда-нибудь. Еба. шымба не? Ақай, бір нәрсе алып қалдың ан. Но там же нету матов, видишь, он же чужой. Айбай, Жестко. жаңа жаман Жестко, да, жестко. кішкене массаж жасап жіберші біздің баланы Ема. әке массаж жасап берейін ба қай жері ада десейін Тастап. Сырмақты айналып бір оншақ жасас. шайларың дайын ба қыздар жігіттер су әкеліп берейін ба Келіңдер, шайға келіңдер. Короче, я месяца 3 позанимаюсь, я тебе потом позвоню. Не, базара нет, блин. Жестко. Я так пару приемов-то знаю, но что-то этот, мне кажется, не стоит. аяғын Я так сос лежать не хочу, блин. аяғын сос Ема. Қолын сос. Нам нужен другой этот, как его? Другой Марсель есть еще у нас? Омыртқанды жазайық. Сен қисық жатсың, тік жат. Былай, чуть-чуть. Ага. Тартайын ба? нормально Кинь, Султан. Хорошо, что я не пошел. Ё-моё. И зачем ты его? Он не умеет разжигать, да, Яра? Осындай болады. қара бала Пожалуйста. Енді футболы никто. Марсель, скажи, кто свет выключил, да? Қолға су құятындар бар ма? Түтін шыққанда горит, что ли? Түтін шыққанда шай қайнап жатыр деп айтады. Аягөз, От жоқ ас қой. үйдің қанша аймағым? Мен Қолға су құятындардың бар. кеңіс Ни хрена не горит, что горит? Терлеп кеттім. Кәдімгі жақсы өрес болды. Че, как арбуз? су түк келейін мен. Арбуз қалай? Су түк келейін. Акір мен төгіс аламын ғой. Жоқ өзін төгемін ғой. Ойбай, мен бар ғой. Иди помогай. Девушка не должна одна. Акірсе төгіс аламын ғой. Төгем өзім. Қыздар жіті. Давайте я чай налью. Тыңдаңыз. Қыздар Чай еще жіті. не готов. Тыңдаңыз, қыздар. Осы Ерзатпен ше Аягөз махаббат болады. Көресіңдер ғой, мен айтты Жұмысам дейсіңдер. су алып келемін қазір. Айтайын ба, қайдан пайда болды ол махаббат? Қой сойды ғой. Қой сойды. Сөйтіп бастады ғой, еркектің жұмысын күшті атқарып бастағаннан кейін, ана кімнің шатыры кетті ғой. Аягөз, сен нешінші жылысың осы? Мен ба? Алдында сен сұрапсың да мен сұрамадым ғой. Саған қызық емес болған ба онда? Енді қызық болып отыр ғой, сұрап отыр. 96 жылғы, сен қай жылғысың? 95. Махаббаттың құдірет күшін әлдейлі, екі жастың табыстырған жүрегі, жастық жалын ашылған бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдері, той үстінде тәтті күндер, жасы байлар шат күндер, жасы күндер, салайық би-билейік, шарықтасын шатты күндер. Ерзат, Аягөз. Барындашы бір өдім. Ренжі қалдың ба, жылы қалдың ба? Ұялып қалды. Жұбат. Ұялып қалдың ба? Байланыс аясынан тыс жердеміз. Қаланың ұшуынан біз келгенбіз. Ерзат пен Аягөзді көріп қалдық. Махаббат деп айтшы. Махаббаттың отына күйіп қалдық. Күйгенін біз көргенбіз. Ұйықтасам да түсімде көрмеппін мен. Екі команданың бір-біріне құда болатынын. Құтты болсын заман достар күйеу бала, ал төңкерге Аягөздей жана келін қыз ай. Доспыз. Аямайсың ғой вообще.
Белім ауырып кетті жаман. Скажи честно, ты же поддался. Да нет. Ты же сильный, смотри у него. Двукратный чемпион болып поддался деген қалай кетті. Бәрібір қызбен жігіттің күші екі бөлек болады, еркектікі енді көбірек болады. Қыздар енді нәзік жандылар деп бекер айтпаған ғой. Салта. Сен ана біз жаңағы не жоба басталған кезде ше бір текстер бастап едің ғой. Саясынан тыс жерде бір нәрсе. Өзімізге гимн істейді. Сол гимн істейді жібермедіңіз ба? Өзімізге гимн істейді. Сөз, кстати, бірінші куплет бар. Енді қайырмасын бірге отырып істейік. Енді соны ана жерге Екеулерінде күшті мелодия шығады. Сәке өлке бата берсін енді. Сосын ана жаққа кең жаққа барайық. О, батасын. Батасын. Ал. Қолдарын жайындар. Дастархан байлығын берекесін берсін. Мен кеніп келейін, сендер дайындала беріңдер. Қайырмасын басташы. Жоқ, қайырмасын басташы. Бастағанда. Гитарам таппай жүрмін. Тадырш текстті қарап алайыншы примерно. Гитара сен іздеп кетті ғой. Шымарау гитарам таппай. Сендердің немелеріңде жоқ па? Қазақ өлеңі. Қапты басымыз себеп болып хабардан. Телеарнадан давай. Телеарнадан. Не келіп жеттік қаладан. Келіп жеттік қалады төлі өнер саладан. Қосылып қапты басымыз тарадан. Сонда болады ғой. Андай кішкене. Давай бітейік. Бірінші біз мотив шығарайық. I'm gonna win it I fall. Жоқ, Ерзат, Трудный бой. болу керек, жеңіл болу керек. Жеңіл надо. Сол жеңіл. I'm not afraid. Сенікі кішкене американский мағаны. Мына сөзге. Келіп жеттік қаладан. Бұны құрастыра саламыз, айттым ғой. Бір буын артық болуы мүмкін. Может, екі буын қосу керек шығар. Ана мелодияға байланысты, оны істеп істейміз. Но самое главное, идея есть. Мағынасы кеп. Молодежный легкий істеу керек та. Еще бәрі жаттап істеу керек. Қайырмасы жоқ, бізде куплетке көп жаттай емейді. Вот қайырмасы бір әдемі болу керек та. Давай қайырмасынан бастайық. Қатты қиындатпау керек. Жоқ, әдемі мынаны әдемі Ағаны саясынан тыс жерде, ей тыс жерде, оу тыс жерде. Қыздар, жігіттер, Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, қыздар? Қонақ келіп отыр. көңіл-күйлерің жақсы сияқты ғой. Құлпырып кетсіздер ғой. Сіздерді көрсек, жұмыс істеуге дайынбыз ғой. жақсы деп айта алмаймын. Не болды? Іш пісті ғой. Тикток түсіріп тастайықшы. Бір рет бер тұрыңыздаршы соткаңыз. Не Я телефон берсең жақсы көреді. Сіздерге үйретіп жіберемін мен. Ей, менің арқамда бүйреніп қаласыздар. Ойланыңыздар. Бұл бағдарламамыздың талабы сіздерге айтылды. Домбырамен болмай Домбырамен болмай ма? Давайте мы танец придумаем. болады. Порш Панамера. Давай, ойыншы. Оны андай өзіміз келтіріп алайық. Жоқ, қазақша не Өзімізді кірсе керек. Тиктоктағы биді алу керек та, кішкене қазақша. Аяқ жағы болды, аяқ жағы. Жоқ, бізге қосылайықшы. Қызық болып тұр. Жаңағынан жасадық қой, мынандай жасадық қой. Қара жорға кетеді. Иә, сосын. Тиктоктағы одан кейін Т деген кетеді да, одан кейін мына жанға қарай кетеді. И сосын одан кейін тиктоктың движениесі мынау кетеді. Все. Жоқ, осы кеткен екен. Иә. Қыздар, ақылдасып болдық па? Бастайық. Порш Панамера, море по колено, что за манера танцует Макарена. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жігіттер. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Болды. Қыздар, жігіттер, бері қараймыз. Қыздар, жігіттер, күнімізді өте жақсы бастадық. Енді осы көтеріңкі көңіл күймен Қызыл әскер ауылына асарға барайық. Жүріңіздер біздің артымызда. Билеп.
Өсілген алмадай жүзіңнен айналайын сезімнен айналайын айналайын көзіңнен де өзіңнен де айналайын көзіңнен де өзіңнен де айналайын. Ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the room. Біздің ауыл сұрасаң бел тұрғандай ай, қалың ағаш майысар жел тұрғандай ай. Өзге ауылдың сұлуын не қылайын ай, таужылықтай бұралып сен тұрғандай ай. Ей, күміс құлған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Бел жатарым ай, кел жатарым ай, ауылына қонақ боп кел жатқаның ай. Ассалаумағалейкум. Ой, балаларым, келіңдер айналайын. Сәлеметсіз бе? Иә, айналайын. Ал олай болса біз қыз жігіттерімізді алып асарға кеп қалдық ата. Келіңіздер, асар деген ата бабамыздың бұрыннан келетқан салты. Рахмет балаларым. Маған көмек керек. Мен өзім жасым кеп қалған адам, балаларым бәрі қалада. Біраз кірпіш жетпес еді, кірпіш мынауға болсызбасыңдар, тек жақсы болады айналайын. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, қазір бәрін орындаймыз ата. Жақсы. Көрсетіп жіберіңіз, қай жерде орын. Жүріңдер, қыздар, жігіттер. Please try again or call later. Құрметті көрермен, әлемнің түкпір-түкпіріне хабар тарататын Қазақ ТВ арнасында байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Биыл еріктілер жылы бізде қатысушыларымызбен бірге Қызыл әскер ауылына асарға келдік. Білмейтіндеріңіз болса, асар дегеніміз ауқымды әрі ауыр жұмысты көпшілік болып ақысыз атқару, яғни көмек көрсету. Пайдалы іспен сайысты біріктіре отырып, қыз жігіттеріміз балшық езіп, кірпіш құюдан жарысатын болады. Бұл сайысқа сіздерге 1 сағат уақыт беріледі. Қай топ неғұрлым сапалы әрі көп кірпіш жасайды, сол топ жеңеді. Олай болса, әділ қазылармен таныстыра кетейін. Дәулет Мұқаев, блогер. Дәурен Сейілбекұлы, құрылысшы. Дәурен мырза, енді біздің қатысушыларымыз бұл істі алғаш рет жасағалы отыр. Мүлдем хабарлары жоқ, қаладан келген балалар ғой. Тәртібін түсіндіріп беріңізші. Осы кірпіш құюды неден бастаймыз, жалпы тәртібін басынан аяғына дейін. Мына жерде міне қалыптар тұр екен, оны көріп тұрмыз. Әрі қарай не істеу керек қатысушылар, неден бастау керек? Мына суды аласыңдар, мынаның үшін балшықты салмас бұрын сулап аласыңдар. Олай ішін ба? Жан-жағын сулап аламыз бірінші. Ол өйткені мынаны суырған кездеріңде оңай болу үшін. Одан кейін мына қалыпты көріп отырсыңдар, мынадан биіктеу. Осымен бірдей қып, мынаны салған кезде ішін осындай болатын болсын. Бәрі біргелкі болады, иә сонда? Иә, біргелкі болады сонда. Ана сыртыңа мына түп-түзу болу үшін біз немен қолмен жасаймыз? Иә, қолменен тегістеп. Балшықты немен саламыз ағай? Балшықты мына жерде міне құралдары бар. Шөптерді Шөптерді қосу керек. Шөптерді қоспайсыңдар. Мына дайын балшық мына жерде. Иә, көрсетіңізші. Мына жерде мынаның ішіне сабаны бәрі қосылған, қанған балшық. Егер де мынау бітік қалған жағдайда болса, үлгермесеңдер. Өздері қосып илей береді, ана сабаннан алып, мына құрғақ балшықты сумен илеп, қосып алып құясыңдар. Осы жерге баса береміз. Мынау дайын болғанымен біз мынаны мұжу керек, иә? Мынаны қазір кішкене мынау қанып тұрған балшық, бұған аздап су қосып жібересіңдер. Су қосатын себептерің анақа салған кезде дұрыс шығу үшін. Мынау біткен соң жетпей қалса ана құрғақты өздерің дайындап, анерден сабанын қосып, илеп салады. Ана сабанды. Жақсы, ереже түсінікті ғой? Ереже түсінікті. 1, 2, 3 сайыс басталды. 6 минут бастарыңыз бар. Кет. Заман достар, асықпаңдар, әркімге өзінің задачасын берем. Давай. Бол. Бас. Даяна. Бастай. Диана. Сенде кір. Бас. 1 сағат 60 минут ұмыт кетпеңіздер. 1 сағат. Ерзат.
Бол, Марсель, бол. Мен сала бермеші. Сала беру керек мына. Жоқ, олай салма. Дәулет мырза, қараңызшы, жалпы осы қазақ жастарының арасында волонтерлар, яғни еріктілер көп пе? Қаншалықты бұл бізде өзекті? Өте көп. Енді мына біздің президент биыл волонтерлар жылы деп айтағаннан кейін кеменің атын қалай қойсан солай жүзеді деді ғой. 2020 енді волонтерлар жылы деді. Сол жыл соңына дейін сөйтіп келе жатырмыз. Себебі не болды? Пандемия болды, коронавирус болды, қиыншылық. Жалпы қиыншылық халықты біріктірді, рухымызды да көтерді, намысымызды да көтерді. Сондықтан жұмыла көтерген жүк жеңіл. Көпті күрсе көл деген өзімнің сол ұрандарымен барлық жақсылықтардың барлығын жасап та көрсетіп те жатырмыз. Жігіттер мына жақта суларын көп болса. Гүлмира билеп жіберсе, мына балшықты кішкенандай бүйтіп трендтарды көрсетіп, билеп. Анау дұрыс емес қой, аға. Кішкене су көптеу болып тұр ғой, айтып жатырмын ғой. Деңгейлері бірдей болу керек. Ата, көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Жақсы, балаларға қолдарына қуат берсін айналайын. Кішкене сұйықтау болып жатыр бірақ. Сұйықтау болып жатыр. Ертең үй салуға жарамай ма? Жарай ма? Кептіріп бір шетіне қалауға жарайтын шығар енді. Так, жігіттер, болды, әркім өздікімен айласы шашаймыз. Суда насыпай. Жоқ, қазір өзіміз жұмыспен арасыз. Қасқа сайын абайтын. Зачем вы? Она мягче. Не орите, делайте работу, все. Ой. Айқайламаңдар. Бірлік бар жерде, тірлік бар дейді ғой. Айбай, қолымнай. Мына жақ команда белсенді сияқты, кірпіштеріне қарасақ. Бірақ сапасына. Аягөз ана тырнақ қайда кетті жаңағы? Ұзын бір тырнақ көрген балшықтың арасында көрінбей қапты енді. Ол жоқ. Былай қарағанда кім жеңіске жететін сияқты? Төнкер командасы жеңіске жететін сияқты. Ал сапа жағынан көрдіңіз бе? Кірпіштері кішкене. Сапа жағынан төнкер, шынымен де бәрін төнкеріп жатқан сияқты. Сапа жағынан мына Әли Сұлтанның командасы кішкене сапалы жасап жатқан сияқты. Бірақ бізге сапалы керек ең бастысы, иә? Саны бар сапа жоқ болмау керек қой. Асықты да екі кірпіш бір-біріне жабысып жатыр. Бұның арасын қалай ашамыз? Ұстамай ағып жатыр. Формасы да. Сондықтан сендер суың көп кіріп жігіттер, бұл жерде басты сіздерге қойылатын талап әдемі жасау, сапалы жасау. Ертең атамыз бұдан үй қалайды, білесіздер ғой, иә? Мына атамыз кірпішті нете алмай қалады, бәрі жабысып қалды ғой. Саны бар, сапасы жоқ дүние жасамай, бәрін мұқият болыңдар, жігіттер, Ерзат. Сумен ұзап жібересіңдер ғой. Ата, қыз жігіттердің жұмысына көңіліңіз толып жатыр ма? Жақсы істеп жатыр ма? Көңіліңіз толмаса айтыңыз. Балаларым мынау ертең жарамайды деп. Сұйық толып қалды, енді жақсы қалпына келді. Енді дұрыс келе жатыр. Қарасаңдаршы, формасын жанындағысын жанында. Қайда шелек? Қаш, елай, қаш. Жігіттер, асықпайсыңдар. Асықпаңдар, сапаға қарай.
қалай шыға тұр. Айтып қой, үсішті қойып. Аяқтан аяқ қалмады. Сапасы. А можно я вам помогу, да? Давайте. Давай я помогу. Иди сюда, принеси сюда. Алкеш, иди сюда, принеси. Поставь сюда ближе, отойди, отойди. Поаккуратнее, давайте поаккуратнее, ребята. Аяна, осы уақытқа дейін асарға барып көрдің бе? Ешқашан. Бүгін алғашқы рет. Бүгін өмірімде алғашқы рет. Бүгін ойламадым. Шықтасам да түсіме кірмес еді бұндай дүние. Негізіне біз санына қарап жатқан жоқпыз, шыны керек. Біз саны бар, сапасы жоқ болып қалмасын деп, кішкене сапасына қарап отырмыз, сондықтан әдемілеп тұрып түзіліп отырмыз. Соған баға беретін шығар деп ойлаймыз, жүргізушілер. Әрі қарай көретіндеріңіз. Шелікпен. Тоқта, сулап алайын. Тоқта, сулап алам. Не надо на меня орать, я как девочка. Ты на меня зачем орешь наоборот? Я тебе говорю, как замечание. Ё-моё. Давай, много не базарь. Я тебя прошу, как старший, понял, да? Қыздар, жігіттер, сабырға келейік. Жарыс болған соң, сайыс болған соң, жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Please try again or call later. Ребят, ну нет, ребят, вот так же вы переходите уже границу. Вот эта граница, вот. Вот сужир. Может, там вообще сразу? Нет, вот здесь реально. А кто это решил? То, что вот так, когда посчитать, вот под центр вот это. Не, вот балшик общий. Выровняй, смотри, видишь, что все кривое. Надо, чтобы они одинаковые были. Здесь мало, видишь? Добавь сюда. Добавь, надо, чтобы одинаковые были. Мало, видишь? Потому что нам нужно качество, нам не надо число. Давай, нам еще им число нужно, все. Да вот здесь бери, вот здесь нормально, вот здесь. Слышишь, вот. Туда выливай, не надо сюда выливать. Вот здесь бери, вот здесь лучше, да. Шелікпен құйса, шелікпен. Қатты қақ, қалыпқа. О! Давай. Салыңдар, тұра тұр. На, чуть-чуть түссе, астына су құй жер. Давай. Так, Илай, ауысайық кел. Давай я буду делать, подожди. Можно я пойду? Джамбота, иди. Да, я буду делать. Гүлмира, ауыс. Керек еді ғой сол жаққа. Не забывайте. Салып тұрсың, брат, мен тасып тұрам пока. У нас что-то это слишком жидкое, да, получается? Да, я тебе Давайте говорю. чуть над дизайном поработаем, ладно? Иди, сходи, скажи им. Ты же видишь, я же говорю им, они не понимают это. Над красотой надо построить. Надо. Кім маған немес ашты? Былай шашты? Қолынан түсіп кетті, бүйтіп жасаған кезде. Сіз жасаған кезде қолыңыздан түсіп кетті ма? Айбай! Не саған деді ғой? Айбай, бол. Балшық керек. Тиспе там, что ба? Тиспе. Дави, получился, чтобы прям плотно. Қаш, шаман жете ма? Молодец. Иди делай, сама буду делать. Аяғым. Барша? Ой. Нормально пока. О, молодец. Сұйық болатыр. Жігіттер, сұйық. Су құй, шай жіберсің. Жоқ, сендер асықпаңдар, өте қатты асықпаңдар. Біз сапалы болған кірпіштерді ғана санаймыз. Ертең Қуандық ағам атамыздың үйі қисық болып тұрады, бір жағы бейтіп тұрады да, бір жағы дүзу болып тұрады. Соны атамыздан сұрайды ғой, не үшін бұл десе, атамыз айтады, төңкер келді де, төңкеріп кетті мұнаның бәрін Біз ең бірінші, біз игіш жасап жатырмыз, соны естен шығармайық. Тек қана сайыс емес бұл жерде. Атамызды ертең күні рахметін айту керек ол сендерге. Жақсы, басында біраз асықтық сосын шаршап қазір ақырын істеп отыр. Сапасына қарап отырмыз, сапасына санның қажеті жоқ бізге, сапасы керек. Атамыз ертең күні риза болып қалсын деп жатырмыз біз. Али Сұлтан! 1,
Кім біз өлмейміз. Бел. Сосетке кіріп кетсең бел. Бағана Дәурен мырза сіздерге бүкіл ережесін түсіндірді ғой, соның бәрін пайдаланыңдар енді. Эй, ребят, почему вы добавляете воду и не выливаете? Марсель, ты должен выливать воду, мыть внутри и выливать, а ты вместе с ним привозишь. Ты вообще видела, куда я привозил, не привозил ты? Я тебя видел, я Да тебя... не видела ты нифига, ё-моё, привозила. Баса вермиши, Не надо на меня орать, я как девочка. Ты на меня зачем орешь наоборот? Я тебе говорю, как Если замечание. жинаш, ё-моё. Былай қарасаң оңай тірлік секілді, бірақ бұның да өз қиындығы бар екен аға, иә? ана жаққа барып не қыла берші, ананы суласашы енді. Я ее сделала уже. Айқайламаңдаршы, сабыр сақтаңдаршы. Міне мен қара жұмыстан қорқпаймын. Все, заберите, пожалуйста, вот это ведро, и это пусть они набирают его. Диан, забери ведро, пусть набирают еще. This is Africa. Biz ömrün möldüregen aslan edip, bәріміз бір өмір жолын бастап едік. Оғын әскери жүргендес. Абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Абдол, молодец, красавчик. Так, сабаннан кішкене, сабан алып. Нормально емес, алып кел деймін тағы да сабанды. Сабан болса сонда көп ана. Сабан болса, ана кірпіш деген қатты болады одан кейін қатқан кезде. Салша, мына шашадың ба? Жоқ, шашамадым аңда, былай кет. Шелек ал, шелек. Шелек алыңдар. Давай. На жер, қою. Қолмен жайлап, давай. Ой, суй, это надо такую работу делать. Болды. Сақшамаймыз. Ой, солы бас. Бұлар асықты, қазір шаршап қалды, жұмыстары аяулады. Мында қой жүріп мұны. Мында. Аягөз. Құй. Өтте еңбек қой. Құйнаны құй, былай құй. Қазір былай қоймайсың. Жабыс тұр. Все, бар. Мында. Кішкене. На, жанына түсіп жүрме. Бәрін тұр. Все. Мында қой. Мында қой.
құрақтау болып шығып жатыр, көрдің бе? Уже качествосы бұзылып жатыр. Мына астын құрақтарын көтеріп тастау керек. Мына жерді қырттайым да. Жерді алма, Жер емес. Жоқ, балшықты еземіз де. Балшықты еземіз да. Гидроға саламыз да. Шелекке саламыз. Шелекке саламыз да. Атақты қазақша атамыз да. Кто это кинул? А? Аяна? Это что Это было? месть была. Муха пролетела. Шыбын ба, бірдеңе ұшып кеткен? Жеңіс, суға жақындамашы. Жарама құям деп. Сүйік болып отыр. Давай, много не базарь-ка. Я тебя прошу, как старший, понял, да? Давай так что. Не подходи к воде вообще. Делай свое дело. Сен мына нені тасы керек. Не подходи к воде, да? Жігіттеріміз кішкене сөзге келіп қалды. Бір-бірін түсіне алмай жатыр. Болады, жұмыс Иә, бұл енді арасында командалық. 6 адам, 12 адам, 12 түрлі мінез, 12 түрлі тәрбие. Иә. Бәрі бір анадан туған. Бір анадан туғанның өзінде де 12 мінез болады. Әрқайсы жеке-жеке бір үйдің еркесі. Бұлар звездалар ғой, сосын бәрі бірін-бірі мойындауға қиын. Сондықтан болады, ол түсінуге болады. Аягөз жақсы істейді. Аягөзге көңіліңіз толып отыр ма? Айналайын. Жолдасы бар ма екен, келін қылып алсам ба деп ойлап отырмын. Басы бос ата, басы бос. Алып қалсаңыз болар. Бірақ бағдарламамызды аяқтайық. Басы бос емес. Басы бос емес. Біздер бар ғой, қыздар, дұрыс істеп жатқан жоқпыз, бар ғой, қыздар. Неге? Мен істейші. Себебі сіздер тек бетін басып отырсыңдар, тек бүйтіп басып отырсыңдар. Енді қалай басамыз? Салмақ жоқ, не істейміз енді? Астына дейін бару керек, астына дейін. Уақыт аяқталуға жақын, иә, сайысымыз аяқталып қалды. Все, не расслабляемся, не расслабляемся. Иә. Екі қатар толтырып үлгересіңдер ме, үлгермейсіңдер ме? Үлгереміз аға. Үлгересіңдер, иә? Үлгереміз қазір. Соны үлгерсеңдер, маған санауға да жеңіл болады екен. Мына сендер 9 қатар жасадыңдар, 9 үшке көбейтіп 27, 54 бола салады. Молодец. Кеттік, келесі. Мында. Да, көп емес. Жартысын. Все. Да. Кім, Аягөз, ұмытпа сулауға. Иә, Сулауды ұмытпа. Молодец, кеттік. Молодец, давай, Жетті ма? Үшкірпіш қалды бізге. Суғи. Саламат кел, сатана саламат кел.
аяқталды. 15 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп! Тоқтатылды. Болды, стоп. Көтер салайықшы. Бір жағы бос. аяқталды құрметті жігіттер. Жоқ, болды, стоп деді ғой. Болды, алып тастаңдар. Міне мына жақта алып тастаңдар. Болды, алынды. Мінекей, құрметті көрермендер, 1 сағат уақыт өтті. Сайысымыз тоқтатылды. Қазір сапалы кірпіштерді санап бастаймыз. Ал, Енді қазір біз қазылар. әділ қазыларымызға кезек берейік. Саны мен сапасын бәрін бақылап ескеріңіздер. 1-2 минут ақылдасып, жеңімпаз топты анықтайық, иә? Екеміз бірлесіп санайық, сапасыз қисық кірпіштерді алып тастайық. Сонда әділ болады, иә? 1, 2, 3. Елу 8 кірпіш, 4-еуін ағамыз алып тастады, Дәурен ағамыз. 54 ұпай жинадыңдар, солай әділетті болар. Енді мына жақты санағанда. Яғни бізде 52 кірпіш болды, 52-ден біз біреуін алып тастаймыз. Заман достарда 51 ұпай кірпіш жағынан болып тұр, әне мен жазғаннан 51 ұпай. Енді арғарай командалық жұмыс істеуіне де, иә? Құрметті көрермен, осымен сайыс аяқталды. Әділ қазылар қорытындылап бағасын беруге дайын. Ендеше Дәурен мырза, Дәулет мырза, сөз кезегі өздеріңізде. Мына екі жақтың топтың да жұмыс істеу жағынан 5 деген баға қойдым. Ешқандай жастар аянған жоқ, жұмыс істеді. Екі жақ топқа да 5 деген баға қойдым. Жұмыс сапа жағынан кім? Дәулет, өзің айтып түсіндіріп жүрсің. Я 1 сағат бойы екі команданың жұмысын қарадым, тексердім, барынша әділ болуға тырыстым. Білеміз, саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген сөз бар ғой. Сондықтан екі команданың ұжымдық жұмысына кәдімгідей мен сырт көз бақылау болдым. Себебі мына командада, Заман достар командасында мен бір байқағаным, бұлар бірден жұмысты бөліп алды. Біреуі балшық езді ме, аяғына дейін балшық езді. Біреуі балшығын сипалады ма, аяғына дейін балшығын сипалады. Сәйкесінше еңбек өнімділігі де, ұрыста да, керісте де аз болды. Және де бір маған неткені, Бауыржан Момышұлы бабамыздың сөзі бар, тәртіпке бағынған құл болмайды деді. Бұл жақта да кішкене бір не болып қалды, келіспеушілік Сұлтан Әли мен Жеңістің арасында, бірақ Сұлтан өзінің капитан команда екенін білдіртті, үлкен екенін білдіртті. Содан бұл жақта бірден дауда басылды, әркім өзінің жұмысымен бір көңілді нетті. Енді сендер жаққа келетін болсам, өздерінден мойындайсыңдар, балшықты жаңағы жарайды кірпішті өздерінің олқылықтарында кетірдіңдер. Бір емес 5 кірпіштің барлығын алып тастадыңдар. Оның өзінде менің айтуыммен мынау құлап жатыр, мынау қисайып жатыр. Қазір мен санамай қоям. Мен мына жаққа өйтіп айтқан жоқпын, жаңағы реніш болмайтында. Ол бір, одан кейін екіншісінде Илай мен мына жақ команда бір-бірімен балшықпен атысып жатсыңдар. Ол жерде болды, мен оны қарап тұрдым, мына командада байқаусыздан бір балшық қолынан шығып кетті. Мен көрдім оны, мен өзім ол жерден байқаусыздан итеріп қалған кезде ол алды да Илайға тиді. Илай алды да мен өшімді алу керекпін деп, бұл жақта бір балшықтар атысы болды, жарайды. Ол бар. Одан кейін бұл команда бір-бірімен боқтық сөздерді де естідім, шыны керек. Одан кейін екіншіден Жанбота жұмысын бастады, одан кейін Диана балшықты езді, қайтадан мына жаққа келді, бір жұмысты ауысып, әр адам өзінің маманы болу керек. Аягөз бастады, Аягөз соңына дейін бітірді. Аяналар балшық, салтанаттар балшық езді, аяғына дейін езді. Мен не, бұл жерде ұжымдық еңбек бар, бұл жақта бірлік бар. Бірлік болған үшін де мен бұл жақтың командасына бір балды артық қойып, бұл жақта 111 ұпай, сендерде 110 ұпай балымды мен санап бердім. Сондықтан да Заман достар командасы менің шешіміммен, біздің шешіміммен 1 ұпайға жеңіп шықты сендер. Бір сұрақ қойсақ бола ма? Айта ғой. Жаңа бізде бірлік жоқ деп отыр, тақсыздық болып отыр деп. Бізде былай болды тактика.
менің жұмысым мына жақта кірпіш үйлеу және де балшық салу болды. Мен замен деп айғайлап отырдым арасында. Өйткені балалар маған келіп шаршадық деген кезде себебі сендерде жұмыс тактикасы басында дұрыс болмады. Сен капитан ретінде 1 сағатта сендер бәрілерін деп жүгірдіңдер де энергияларың кетіп қалды. Бұларда ондай байқалған жоқ. Марселен, неге түсірілім алаңынан кетіп қалай қалды? жұмыс істемейді? 1 сағат тоқтамай жұмыс істедім мен. Бір демалғанда жоқпын, былай деп демалған жоқпын, 4 қойып қойды. Ол вообще это әділсіздік ме? Марселен, бұл жерде жаңа Дәулет мырза бәрін сізге тәптіштеп түсіндіріп берді. Кім, не үшін қандай баға алғаны? Сонда қараңыз, сонда аналар байқамай тиіп кетті, Илай тиіп кеткен ол минус бізге, иә? Аяна, батыр қызсың ғой, мойындашы. Ерзатқа лақтырғанымды мойындаймын, ойнап. Өтініш жеңе білетін адам жеңіледі білу керек, қойындаш болды. Сабыр сақта, жүр қайтадан түсірілім алаңына оралайық. Сосын жаңағы келіспейтін сұрақтарында Бірлік үшін дәлелдеңдер. Командадағы адамды алып келіңдер. Ага, послушайте, мы сделали больше их, вы у нас отчитали другие, сделали минус, но мы сделали больше. Маған не үшін баға қой деді әрқайсына. Бәрқайсыларына баға қойдым, балдарын санады, маған ағыл дейсіңдер енді. Эфирдің аяғына дейін, соңына дейін тұрыңдар. Соңғы эфир біткенше бірге жүріңдер. түсірілім алаңынан үйтіп бәрін лақтырып кетіп қалудың қажеті жоқ. Қыздар, сіздерге ешқандай қарсылығым жоқ. Мен сіздерге Ой, да ладно, вы поднимали шум. Против меня вы поднимали. Не қарсылығым жоқ, сендерді кеше отқан кезде біз деймі возмущать еткен жоқсыз, қойындаш болды. Орныңа тұршы, Марселен, тұра не ходи. Тоже не согласны, окей. Тәртіпке бағынайық, мен қатысушылар. Просто мен жұмыс істеп жатқан, сонда аналар байқамай тиіп кетті, а біз лақтырған үшін балды алып тастады. Сан жағынан да біз озып тұрмыз да, ал бізде тек қана бірлік жоқ деп алып тастап, біз жылап жасаймыз да, бір-бірімізге қырылып жасаймыз да. Біздің жасымызбен үй тұрғызбайды ғой, дұрыс па? Біздің айғайымызбен үй тұрғызбайды. Сапамен санынан қарағанда Сендер неге алтауларын бірге болып жүрсіңдер? Неге алтауы бірге? Неге командаға бөліп қойды сендерді? Мы не согласны. Ничего не имеем права. Да, апелляция. Мы имеем Танаш, болды енді. Бағдарламамызды қорытындылайық. Не болып кетті бұл? Базарда тұрған жоқсыңдар. Мы не согласны, реально, почему? Марселен, сан жағынан біз озып Марсель, бергеш. Неге үйтіп жатыр ол? Сен ана жерге тұршы, ана жерге. Неге үйтіп жатыр ол? Тұрса ана жерге. Жоқ, ол неге үйтіп жатыр маған? Неге үйтіп жатыр ол маған? Енді сен Сапасы басқалар сыйласың. 4-6 ғой. 4-6 салды ғой Басқалар салтанат. сыйлап тұрған 58-де 54 қылды. Қыздар, жігіттер, сабырға келейік. Жарыс болған соң, сайыс болған соң, жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Қабылдайықшы енді. Бірақ ұпай деген бір ұпай жеңіс беріп тұр ғой енді. Не істеймін енді мен ұпайларын солай болса? Қырғын еңбек болды өткен бағдарламада. Беш бармақты күннің астында шыжып тұрып, немізді, терімізді білен бүйтіп сығып тұрып жасады. Қаншама еңбек кетті. Оттың алдында бетіміз мына шашырады. Сендер жеңдіңдер бұлай ұпаймен. Үндеген жоқпыз. Өйткені біз шаршадық. Өйткені біз қуана аламыз. Өйткені жеңілгенді біз мойындаймыз. Өйткені жеңіліс бар жерде жеңіс бар. Соны мойындай біліңдер. Болды, айтарым сол. Қайталап айтам, араларында бір ғана ұпаймен Заман достар командасы жеңді. Бұл жерде командалық рух болу керек, бірлік болу керек, тірлік болу керек, санда болу керек, сапада болу керек. Мен бәріне қарадым. Егер де мен санына қара, болмаса сендердің түріне қара, бойына қара десе, мүмкін басқа бағамды беретін шығармын. Бірақ мен сендердің бірлігіне де, тірлігіне де, сандарына да, кірпіштің сапасына қарадым. Болды, осымен доғарайық, бағдарламамызды аяқтайық. Сосын өздерін шешесіңдер. Алдағы уақытта да бар ғой, сол кезде көрсетесіңдер, әлі де мүмкіндік бар. Болды, үйтіп айтпай-ақ қой. Жайынде ағаға үй иесін сыйлайық. Құрметті көрермен, өздеріңіз байқап отырғандай, қатысушыларымыз сәл эмоцияға бой алдырып жатыр. Дегенмен, жеңімпаз команда анықталды. Заман достар командасын жеңісімен құттықтаймыз. Ұялы телефондарыңызды алсаңыздар болады. Рұқсат болса, мен тұрады 30 емес. Мен бірден айтайыншы. Рұқсат болса, мен сөйлегенде ешкім сөйлемейді, жақсы ма? Біз ұтылып жатырмыз, бірақ ұпаймен деп құттықтап жатыр әріптестеріміз. Біз қазір анамызға, туғанымызға хабарласып, мән жайды білеміз де телефонды қайтарып береміз. Отыру жолынан біздің уақытымыз жоқ. Біз демалғымыз келеді. Телефонда тұрған 5 минут. Рахмет. Алла разы болсын. 5 минут келістік па? Әке-шешемізге хабарласамыз, отбасымыздың амандығымызды білеміз, қайтарып береміз.
болды дұрыс айтасың Ал біз сіздерге кедергі келтірмейік. Мамам біледі, реализм. Әділқазылар алқасы сіздерге көп рахмет. сіздерге. Сіздерге көп рахмет. Жүріңіздер. The call does something not reached. Please try again or call later. сөйтіп салмаймын мына жерде сөйт жоқ па алло мама қалайсыздар жақсысыздар ма шүкір бәрі жақсы аман сен алдыңғы бағдарламада ұтылып қалдық иә сосын хабарласа алмай қалдым иә үйде көрмеймін сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? ұтылып қалған команда ғой Кеше бұлар ұтылып қалды, бүгін сосын жеңісті бере салдық, жағымыз ашып кетті. Айттым бәрін. Қойшы. Бас итті кеше ол. Иә, өзі сондай мама, иә. Ұтылып қалғанда жеңілгеннің сөзі көп дейді ғой. Иә, бәрі жақсы мама менде, бәрі. Аха, уайымдамаңыздар. Осылай жеңген кезде хабарласып тұрамын ғой. Ты просто не представляешь, что мне нужно было сделать, чтобы просто тебе позвонить. Вчера же я тебе не позвонил, вчера мы проиграли. Позавчера мы тоже проиграли, я тебе позавчера тоже не позвонил. Я там что, альтаир, что ли? Дай трубку, балам. Езжан. И балам. Алло. Алмайым деді ғой бұл. Балапан. Алмай, мен де алған жоқпын, аягөз де алған жоқ. Узжан. Альтаир. Еще спит? Вы что, спали, что ли? Я говорю, вы счастливые спали, мы тут пахали. Бірақ бар ғой. Почти чуть дом построили. Қалыңыз қалай? Қалайсыздар ма? Мен хабарласпағалы көп болып кетті. Папа, біз кешең арғы күнде жеңіл қалдық, содан кейін звондай алмадым мен. Өздеріңіз қалайсыздар ма? Папа, бүгін жеңдік, трубканы ала сап, сізге звондап жатырмын. Қалдарыңызды бөліп. Папа, мен қолым шауып ала жаздадым ғой. Шауып ала жаздадым дейм. Иә, неге? Ана отын жарамайым ғой мен отынды бірінші рет жарғым. Кірпіш жасадық, папа. Мә, қиын екен ғой. Бірді командамен сол кірпішті жасап, біз жеңіп кеттік. Ерзат, мен сен үшін телефонды алмадым. Мә, сен алмадың ба не? Ертең біз жеңеміз ғой, сөз мен де алмайым. Все, хорошо, рахмет. Алмай, мен де алған жоқпын, аягөз де алған жоқ. Айттық қой оны. Короче, хорошая новость. Кому телефон дать на час? Позвонить надо кому-нибудь? Мен негізі әйелім үйде да. Заман достар, телефонды маған тапсырыңдар. А чем, звондатқызбайсыңдар ма бізге? Сөйт жоқ мына жерде. Звондайсыңдар ма мархабат? Сөйт жоқ па, бере салыңдар. Али Сұлтан, алдың ба телефон? Мен алдым, бірақ телефоным зарядка өшіп қалған екен. Әкел, сонда да. Иә, болды ма? Қазақ қай дүниеге де оңай жетпеген. Үйін қолмен салып, егінін егіп, малын бағып, маңдай термен тапқан дүние халқымыз үшін қашаннан да қадірлі. Иә, еңбегің қатты болса, жегенің тәтті болсын деп, кейінгі ұрпаққа нақыл қалдырған ата-бабамыз осы күнге толассыз төккен тер мен еселі еңбектің арқасында жетті. Байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы арзан даудамайды емес, ұлттық құндылығымызды насихаттайтынын ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.